Бүгін біз елорда жастары, қаламыздағы 15 жоғары оқу орындары бар. 15 жоғары оқу орындарының КДМ төрағалары мен төрайымдары, сондай-ақ елордамыздағы белсенді үкіметтік емес ұйымдар бар. Белсенді жастарымыз бар. Қаламыздағы волонтерлар бар. Солармен бірге бірлесе отырып, ревакцинациялауға келіп отырмыз. Құрметті елорда тұрғындары, құрметті елорда жастары, барлықтарыңызды, денсаулықтарыңызды ойлап, қасыңызда жүрген туған туыс, жора жолдас, жанұяларыңызды ойлап, екпе алуларыңызға шақырамын. Біз өзіміздің иммунитетімізді қорғау мақсатында өзіміз жиі сапарларда боламыз. Сол кезде басқа елдерге баруда оңай болу үшін, одан бөлек ең басты себеп мына коронавирус инфекциясын алдын алып, және де оны басқа кісілерге таратпау мақсатында міне бүгін тағы да вакцина алуға, үшінші этапын алуға келіп отырмыз. Сіздерге де вакцина алуды ұсынамын. Қазіргі таңда ревакцинация алу арқылы біз мемлекетіміздегі бұл жұқпалы аурудың 75%-ін алдын алатын боламыз. Сол себепте тек қана өзіміздің жеке басымызды ғана емес, сонымен қатар жақындарымыздың да, туысқандарымыздың да денсаулығы біз үшін өте маңызды болып келеді. Баршаларыңызды ревакцинациялауға шақырамыз. Ревакцинация – это сейчас очень важный компонент для нас, для нашей иммунной системы, потому что вышел новый штамм омикрон. И призываю всех наших волонтеров, всех граждан, всю молодежь нашей столицы, делайте ревакцинацию. Берегите себя и своих близких.